Достар, бүгін сіздермен Canva приложениесі арқылы баннер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге Pinterest деген приложение керек болады. Бұның бәріні Google Play Market'тен татып алсаңыздар болады. Canva-ны да, Pinterest-ті. Бұл не үшін керек бізге? Бұны ашамыз біз. Регистрациясын істейсіздер. Оңай регистрациясы. Бірден өтіп кетесіздер. Бізге, мысалы, баннер жасау үшін мен Pindodo сайтына баннер жасайтын боламын. Pindodo деп жазасыздар. Сурет аласыздар бұл жерден. Суреттерді алғанда скачать етіп аласыздар. Бұлардың бұл приложениеда тартып алған суреттеріңіз качестволары жақсы болып шығады. Баннер жасауға келеді олар. Canva-ны ашамыз. Регистрациясынан өтесіздер. Регистрациясы оңай. Өзіміздің Google бұл Canva приложениесі. Мен Pro-ны қоспағам. Ешқандай ақша төленбейді. Қоссаңыздар болады. Ол үшін сіздер ақша алып отырады. Бұл регистрациясын өтесіздер. Бұл жерде документтерді істеуге болады. Кейін YouTube-ға, Instagram-ға баннерлер істесеңіздер болады, логотиптер істесеңіздер болады, Instagram парақшаңызға историялар қойсаңыздар болады. Міне логотиптердің өздері, логотипі дегенге кіресіздер. Сонымен қалағандай логотип істей бересіздер. Резюме жазуға болады. Негізі бұл приложениеда көп нәрсе істеуге болады. Бізге қазір баннер жасау керек. Баннер жасағанда біз маған баннер үшін мен WhatsApp-қа баннер жасайтын боламын. Сол үшін Instagram-дікін ала беремін. Ол үшін өзіңіз ұнаған біреуін таңдайсыздар. Наши слуги деген таңдайын. Енді бұған сурет қоямыз. Бағана алған Pinterest-тен алған суретімізді осы плюсикке басасыздар. Осы жерде галереяға кіресіздер. Галереяға сохранить болады. Бағанағы суретіміз качествосы жақсы болады. Сол үшін Pinterest-тен аламыз. Міне аласыздар да. Қоямыз. Ортаға қойсаңыздар болады. Мұна сөзін астынан істейміз. Бұл сөзін өшіріп сіздер жазасыздар. Мысалы, мен Pindodo сайтын оқытам деп жазамын. Обучение деп. Сіздер Pindodo'ны орысша жазсаңыздар да болады. Кейін английский жазсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңызға байланысты ол. Енді обучение. Енді бұл размерін өзін басып тұрасыздар да, астында размер деген бар, соған басасыздар. Содан кішірейтірсеңіздер болады. Кейін бұны, мысалы, жақсы шықпаған болса, қазақша сөздері, оны шрифт деген жерінен өзгертірсеңіздер болады. Басқасын алсаңыздар болады. Өздеріңіз қалағандарын қойсаңыздар болады. Қазақша әріптер басқаша шығуы мүмкін, сол үшін ауыстыра бересіздер. Кейін бұны түсін өзгертсеңіздер болады.
жирный қылып жазуға да болады. Формат деген жерінде жирныйлар жазылады. Жирный. Қалағандарыңыздай қылып өзгерте бересіздер. Төбесіне қояйық. Суретті былай қоясыздар. Кейін сіздер тағы сөздер қоссаңыздар болады. Қосасыздар да астына тағы түсіресіздер. Мысалы, обучениеңіздің ақшасын жазсаңыз болады. Мысалы, 2 орын бар. Акциямен десеңіз болады. Мысалы, 3000 теңгеге дейік. Бір орыны 3000 теңгеден болады. Теңге. Сөйтіп жазсаңыздар болады. Қаласаңыздар, артына тағы басқа нәрселер қойсаңыздар болады. Ол үшін біз дизайн өзгертуге де болады, қалағандай қылып. Сіздер алғанда ешқандай ақшамен алынбайтынын аласыздар енді. Мына жерінде коронасы бар ғой, оларды алмайсыздар. Біз ақша төлемей істеп жатырмыз ғой себебі. Сол үшін кейін қалағандай элементтерді қоссаңыздар болады. Мысалы, домалақ, мынаны қоссақ болады графикасына, артына қойып қойсақ болады. Ол үшін задний план, расположение дегенге кіресіздер. Задний деп қоясыздар. Қалаған жеріне қойсаңыздар болады. Қалаған сурет қойсаңыздар болады. Бұл өздеріңізге байланысты. Мысалы, маған осының өзі ұнайды. Сол үшін қалаған сөздеріңізді қоссаңыздар болады. Қаласаңыздар көп сөз қоссаңыздар болады. Кейін мына жерінде біз скачать етіп аламыз. Үстінен басасыздар скачатты. Бұл полный скачат болғаннан кейін сіздің галереяңызға түседі. Оны кейін WhatsApp-қа, Instagram-ға қойсаңыздар болады. Түсті уже. Мен галереядан көрсетейін сіздерге. Негізі Canva-мен жұмыс істеу қиын емес. Түсті. Шықты. Качествосы жақсы болып шығады. Кейін суреттерді Pinterest-тен ала беріңіздер. Качествосы күшті болып шығады. Бұны WhatsApp-қа статусқа қойсаңыздар болады. Статусын ашасыздар, статусқа сол суретті қоя бересіздер. Ашасыздар, қоясыздар. Instagram-дікі WhatsApp-қа келеді суреті. Сол үшін Instagram-дікін WhatsApp-пен бірге қоя бересіздер. Қаласаңыздар, Instagram-ға да қойсаңыздар болады. Бұл менің Instagram парақшам. Қоясыздар. Өздеріңіз қалағандай қылып істесеңіздер болады. Болды, қойылды. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.